пайдалы жемістердің бірі деп құрманы бекер айтпайды. Бар болғаны күніне бірнеше түйір құрма жесеңіз, ағзаңызда көптеген жағымды өзгерістер басталады. Құрманың денсаулыққа қаншалықты пайдалы екені, оның калориясы, қандай емді қасиеттері бар екені көпшілікті қызықтырады. Кейбірі арықтауға көмектесе ме деп сұрайды, енді бірі күніне қанша жеу керек екенін білгісі келеді. Құрма пальмасында өсетін жеміс. Ол әсіресе Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка елдерінде кең таралған. Құрманың түрлері көп болғандықтан түсі де, дәмі де әртүрлі болады. Кейбірі қызғылт, кейбірі қоңыр немесе сарғыш келеді. Ал дәмі мен жұмсақтығы оның құрамындағы табиғи қантқа байланысты. Бұл жемістің басты ерекшелігі құрамында ағзаға қажет негізгі қоректік заттардың барлығы дерлік бар. Құрма тез қуат береді, бірақ ауырлатпайды. Онда калий, магний, кальций, темір, фосфор секілді минералдар мен А және В дәрумендері мол. Осы қасиеттерінің арқасында құрма жүрек пен қан тамырын қолдайды. Қан аздықтың алдын алады, бауырды қуаттандырады, жүйкені тыныштандырып, ойды сергітеді. Ас қорыту жүйесіне де пайдалы, ішектің жұмысын реттеп, ағзаны тазалауға көмектеседі. Құрманың тойымдылығы да ерекше. Ғалымдар бір тал құрма мен бір кесек сүттің өзі бір күнге жететін энергияға жақын күш беретінін айтады. Құрамындағы қант табиғи болғандықтан, оны мөлшермен жесе семіртпейді. Керісінше, аштықты басып, тәттіге деген құмарлықты азайтады. Сол себепті құрманы спортшылар да жиі тұтынады. Ол күшті бірден емес, біртіндеп беріп, ұзақ уақытқа жеткізеді. Әрине, құрмада көмірсу көп екенін ескерген жөн. Дәмі өте тәтті болғанымен шамадан тыс жеуге болмайды. Күніне орта есеппен 3-7 тал құрма жеткілікті, ал арықтағысы келетіндер үшін 3 талдың өзі қауіпсіз мөлшер саналады. Тіпті кей зерттеулер құрманың тез қорытылып, аштықты азайтатынын, сол арқылы салмақты бақылауға көмектесетінін көрсетеді. Ораза кезінде құрманың ерекше бағалануы да тегін емес. Ол ағзаға тез қуат беріп, әлсіреген денені қалпына келтіруге көмектеседі. Сонымен қатар іш қату кезінде пайдалы, қан қысымы мен холестеринді қалыпқа келтіруге ықпал етеді деп саналады. Кальций мен темірге бай болғандықтан, сүйек әлсірегенде, анемия кезінде де ұсынылады. Кей зерттеулер құрма мидың жұмысын жақсартып, есте сақтау қабілетін арттыратынын айтады. Қызығы, көптеген танымал спортшылар да күн сайын бірнеше тал құрма жейді. Себебі құрмадағы табиғи қант кәдімгі қантқа қарағанда әлдеқайда пайдалы, энергияны ұзаққа жеткізеді. Ол сүйек пен бұлшықетті нығайтып, иммунитетті күшейтеді, жөтел мен тамақ ауырғанда да жеңілдік береді. Тіпті кей деректерде құрманың қорғаныш қасиеті бар екені де айтылады. Әйелдер үшін құрманың пайдасы тіпті ерекше. Жүктілік кезінде ағзаны қуаттандырып, босануды жеңілдетуге сеп болады. Босанғаннан кейін әлсіреген денені тез қалпына келтіріп, ана сүтінің көбеюіне әсер етеді. Ал жас құрма терінің серпімділігін арттырып, оның табиғи сұлулығын сақтауға көмектеседі. Құрманы жаңа күйінде де, кептірілген түрде де жеуге болады. Кепкен құрма ұзақ сақталады әрі қоректік қасиетін жоғалтпайды. Күніне 3-5 тал құрма жеу ағзаға жеткілікті пайда келіп, денсаулықты қолдайды. Қысқасы, құрма табиғаттың адамға берген шынайы күш көзі. Қазіргі қарбалас өмірде ол ағзаны қорғайды, қуат береді, сергектік сыйлайды. Күн сайын аз мөлшерде құрма жеу өз денсаулығыңызға жасаған қарапайым, бірақ өте маңызды қамқорлық. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, видеоны қолдап, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Қоңырау белгісінде бассаңыз, жаңа видеолардан хабардар болып отырасыз. Қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Берік болыңыз, бірге болыңыз.